Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Гүлсая. Бүгін сіздерге Ташкент шайының рецептімен бөлісемін. Бұл шайды махаббат шайы деп те атайды. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіз. Бұл шайдың дәмі және иісі өте ерекше болып шығады, және де қалай дұрыс жасалу жолын көрсететін боламын. Менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыз. Бізге қажетті заттар: 3 тілім апельсин, 3 тілім лимон және де көк шай қажет болады. Мен барлығын алдын ала өлшеп салып қойдым. Және де осындай набат қажет болады. Кішкене майдалап бөліктерге бөліп қоясыздар тез еру үшін. Және де күнделікті үйіңізге қолданып жүрген қара шайыңызды ең соңында осындай жалбыз қажет болады. Барлығын осылай алдын ала дайындап аламыз. Сонан кейін чайнигімізге апельсиніміз бен лимонымызды саламыз. Апельсин егер сізге ұнамаса, 2 тілім салсаңыз да жеткілікті. Бірақ та маған апельсиннің дәмі ұнағандықтан мен осылай 3 тілім салатын боламын. Ал бірақ та лимоннан міндетті түрде 3 тілік салуыңыз қажет. Сонан кейін жалбыз жапырақтарын саламыз. Ерекше дәм, ерекше иіс беретін осы жалбыз жапырақтары болады. Сонан кейін набатымызды саламыз. Осылай майдалап турап аласыздар тез еруі үшін. Егер сізде набат болмаса, табиғи бал қоссаңыз да болады, өте дәмді болып шығады. Ең соңында осы көк шайымыз бен қара шайымызды қосатын боламыз. Менде 1 литр чайник, сондықтан мен 2 шай қасықпен өлшеп алдын ала салып қойдым. Міндетті түрде описание бөліміне барлығын толықтай қалдыратын боламын, төменнен қарай аласыздар. Барлығын бірдей салып болғаннан кейін осы қайнап тұрған ыстық суымызды құятын боламыз. Міндетті түрде және де қақпағын жауып 4-5 минут осылай қойып қоямыз тұндырып. Мінекей біздің шайымыз дайын. Осындай керемет түске еніп, әдемі иісті керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Егер де менің видеом ұнаса, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта неше түрлі керемет және оп-оңай дайындалатын рецепттермен бөлісетін боламын.